Дәрігерлер сөйлесіп жатқан сияқты, екі дәрігердің әңгімесі сияқты болуы мүмкін. Негізінде біз қозғап отқан мәселе Қазақстанда осындай бір жаңағыдай бұл бағытқа бөлек бір департамент керек. қазіргі басқаны Қытайдың, Американың жасаған роботтарын көрсем, енді жүріс-тұрыстарының өзі кәдімгі адамның қимыл қозғалысын енді бір 90%-ға болса да қайталай алады да. Көмекшіміз бар ғой, Алиса деген. Соны қолданамыз. Оны қолдануға тура келеді, өйткені оны басқа баламасы жоқ. Неге қазақша сөйлемейді? Енді қазақша сөйлейтін жасап қойды, бірақ дегенмен де неге біз Алиса деп айтуымыз керек? Неге Айгүлі жоқ? Неге Айсұлуы жоқ? Балабақшадағы жинаққа Tailbot деп аталады робот. Алып келген қазақ тілін. Сонда ана қытайлар өздері қосқанда, соған бізге қазақ тілі керек дегенде қытайлар өздері қосқанда. Тәуелсіз мемлекетпіз деп кейде көкірек соғып, тәуелсіздік алдық деп кішкене бір айтамыз да. Бірақ өкінішке орай мына ақылды үй саласында әлі де болса да ақпараттық тәуелділік деген дүние бар. Дипломдық жұмыстарын қарағанда дайын колледж берген тақырыптар, ейті оның өзі мысалға көріп өз жасамағаны. Мұғалім қашан дамуын тоқтатады, сол кезде артында шәкірттер де тоқтатады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Көптен бері біз өзіміздің подкастымызды түсірмеген едік. Қайтадан жандандыру мақсатында осы қайтадан қолға алып отырмыз. Енді біздің кезекті қонағымыз сіздерге бір қызықты болсын деп осы жолы шәкірттеріміз емес, өзіміздің жан жолдасым, былай айтқанда араласып жүрген, осы салада жүрген, Қазақстанда біз сияқты әйтеуір бір белгілі бір саланың былай айтқанда тізгінін ұстап отқан және сол үшін өзінің барын, ынтасын, жігерін, уақытын, өмірін арнап отқан бір келесі қонағымыз бар. Таныс болыңыздар. Бұл біздің жолдасымыз Марс мырза. Марс Мақсатұлы. Енді бұл кісі бізге қонағымыз Астана қаласынан келіп отыр. Бүгін Алматыға келген кезде бұл кісінің келгендігін бір пайдалана қалып, осы подкастты түсіріп алайық деген ойымыз болды. Енді Марс мырза, сізді негізі кім деп таныстырған дұрыс болады, өзіңіз ойыңыз? Мен қазір өзімді TikTokта тікелей эфирге шыққан кезде инженерлік робототехника амбассадоры деп айтамын да. Яғни осы бағытта дамыту үшін еңбектеніп жүргендіктен инженерлік робототехника бағыты деп айта берсеңіз болады. Осы салада маман. Инженерлік робототехника, Енді қазір ол тақырыпты біз толық осы подкаст барысында айшықтайтын боламыз. Оның не екендігін көрермендерге түсіндіру мақсатында. Жалпы Марс мырза, өзіңіз қай жақтансыз? Мен Батыс Қазақстан облысы, Бөкейорда деген жер бар ғой тарихта. Бөкей хандағы Махамбет Исатай көтерілісі болған соң Бөкейорда ауданы Саралжын деген ауылдамын. Сол жақтан. Енді мына сіз қазір робототехникаға жалпы не себептен келдіңіз, оған келуге не түрткі болды сізге бала кезден? Мен есімде Робокоп деген кино шықты ғой. Сол кино шыққан кезде үйден дейтін бір күн уақытым біткен сияқты, қателеспесем, картондарды алып, қиып, өзім денеме түгел Робокоптың несін құрастырғам да. Санны бүйтіп ашылғанда пистолет шығады, пистолетін жасап. Сол кезден бастап негізі қызығушылық болған сияқты. Сосын мектеп бітірген уақытта бізде Оралда жеке университет бар, Казиту деп аталады. Сонда дейтін радиоэлектроника, радиотехника деген мамандық көріп, соған барғым келді. Оған енді біздің ол кезде ата-анам шешеді, бәрін қайда барамыз, кім боламыз деген сияқты. Ата-анам жоқ, мұғалім боласың деп мұғалімдікке берді. Сосын оқу орнын аяқтап, жұмысқа мектепке барған кезде, мектепте осы робототехника кабинетін көргенде, сол бұрында кезіндегі арманым қайтадан оянған сияқты болды да. Содан кабинетке барып көріп, балалардың жұмыс жасап жатқанын көріп, қызығып жүріп, содан осы салаға кетіп қалдық. Осы салаға келдіңіз. Негізгі қалауыңыз, мен түсінген бойынша радиотехникаға тапсырғыңыз келген. Осы жерде онда екеуміз ұқсастығымыз бар екен негізінде. Мен де үнемі айтамын, электрик боламын деп ойламағам. Енді Құдайдың қалауымен солай болып кетті, бірақ негізі мен де тапсырған мамандығым радиотехника болған. Радиотехника, электроникаға тапсырамын. Осы жерде мен бір сәйкестік көріп отырмын қазір біріншіден. Бірақ екеуміздің бір қызығы сол, жаңағындай ол мамандыққа түспегенбізде, сіз мұғалім болып кеткенсіз, мен электрик болып кеткен деген сияқты. Жақсы. Бірақ енді айналып келіп осы салаға қазір келіп отырмыз. Өйткені іштегі нәрсе, жаңағы орын алмаған нәрсе жібермей тұр ғой. Жақсы. Енді қазіргі сіз айналысып жүрген, сонда сіз қандай қызметпен айналысып жатсыз? Сіз жаңа инженерлік робототехника деп жатсыз ғой, соны ұстаздықпен ба? Қазіргі негізгі жолым жалпы робототехниканың бағыты болып қой. Мысалы робототехника өндірістік роботтар бар, өндіріске арналған. Мен сол робототехника бағыттарының ішінде білім беру саласында жүрмін. Яғни біз айналысатын роботтар білім беру роботтар деп атаймыз. Содан жинақты бастап балаларға үйрету, оқыту, себебі енді біздің деңгейімізде білім маңызды да. Сондықтан да осы қазір мен білім беру бағытындағы роботтармен айналысып жүрміз. Енді кейде тапсырыстар болады, мысалы үлкен бір қандай да бір мақсатта орындауға робот құрастыру бойынша. Ондайда енді егер ыңғайы келіп, уақыты келіп, бағасы келіп жатса, кейде жасап береміз. Ал былай основном негізі мен өзімнің бағытым осы білім беру робототехникасында жүр. Балаларға былай айтқанда робототехниканы үйрету. Енді мен сізбен мысалы сұхбаттаса келе, осы алдындарда мен түсінгенім бойынша біздің Қазақстандағы робототехниканың деңгейі, сіз ойыңыз бойынша жаңағыда бір қажетті бір деңгейде емес деп айттыңыз да.
сол турасында мына көрермендерге кішкене айшықтап айтып берсеңіз, жаңағындай ол неге де, ол не себепті олай деп айттыңыз? Енді біздерде жалпы дейтін мынандай нәрсе бар, кез келген нәрсенің өзінің деңгейі болу керек та. Мысалға ана тілін біз бастауышта оқимыз да, әліппені келіп біз жоғары сынып оқушысына оқытпаймыз да. Жоғары сынып оқушысы әліппедегі әріптердің бәрін беске айтып беріп отырса, ой, жарайсың деп арқасынан қақпаймыз да. Оны тек қана сол өзінің деңгейіндегі бала айтса, арқасынан қағамыз. Жарайсың, сен білімді екенсің, ынтаң бар екен деген сияқты. Сол сияқты жалпы Қазақстанда роботехникада білім беру бағытында жалпы құрастырушылық деген бар, орысша конструкторлық дейді. Сонымен бірге қазіргі таңда енді осы біз енгізіп жатқан бағыт ол инженерлік деп атаймыз. Онда дейтін енді ашық микроконтроллер сонымен жұмыс жасалатын. Бізде енді көп жағдайда құрастырушылық бізге енді шынында Қазақстан алғашқы біз бастаған кезде роботта құрастырушылық роботехника, яғни ол лего роботтары болсын, яғни дайын блоктардан құрастырып, ішіне блок программасын жазатындай. Сол бағыт кірді, содан біздер сол бағыттан Қазақстан қазіргі таңда лего роботтар бойынша Қазақстан мықты. Әлемдік деңгейде робот жарыстарға барып орын алып келіп жатқандар бар. Но енді ол бағыттан да пайдасы, ол да бір роботтың алгоритмін түсінуге, робот қалай жұмыс жасайды пайдасы тигенмен, біздерде өкінішке орай бұл бағытпен 10-11 сыныптың оқушыларына дейін алып кетіп жатыр да. Яғни бұл оқушылар мен көзқарасымда жалғыз легімен емес, ол легімен 5, 6, 7-ге дейін, мысалы 8-ге дейін айналысуға. 8 сыныпқа дейін тоқтату керек болады легіні. Содан кейін ол деңгейді мысалы кейбір ата-аналар мысалы 5 сыныптан я мысалы төменгі сыныптан береді легімен, солай легімен келе жатады да. Мектепте де ештеңе демейді, мұғалім де ештеңе демейді, ары қарай оқушы жүр. Себебі легодан Қазақстанда жарыс көп. Мектеп мұғаліміне ол легодан жарысқа қатысса жетістіктер жинауға өте көп мүмкіндік бар. Яғни мұғалім жетістігін жинай береді, папкаға өзінің несінен, бірақ дейтін одан дейтін оқушыға қандай пайда. Қазіргі таңда мен толғандыратын сұрақ сол да, себебі ол оқушы ертең мектепте легоны бітіріп, легоны үйреніп шығып, лего бар конструкторлық бағытта көп, енді көп кең таралған легодың легомен байланыстырамыз. Содан бітіріп университетке барғанда ол конструкторлық бағытта алған білімі, яғни ол пайдаға аспайды да, себебі университетте өзіңіз білесіз, мысалы электриктерге де қайғай салғанда ол уже проводпен отыру керек та, шынайы жұмыстану керек, ол инженер мамандығына түсетін болса да. Мен сондықтан да сол өзімнің ұсынысым сол 7-8 әрі кетсе 8-ге дейін мысалға айналысыңдар, легімен жақсы қатысыңдар жарысқа. Но 7-8-ден бастап параллельно осы мына инженерлік бағытты да қолға алу керек. Менің дұрыс түсінген, егер мен сіз дұрыс түсінген болсам, лего деген жаңағыда ол дайын бұйымдардан нәрселерді құрастыру арқылы жасалатын робот. Өзінің дайын блоктар бар ғой, мысалға үйде балалар лего алып құрастырады, тап сол сияқты өзінің блоктары бар. Ал сіздің үйретіп жүрген бағытыңыз сол жаңағы блоктарды былай айтқанда өзі бірінші жасау. Біздікі дейтін мына легоның жинағы болады ғой, хабы, мысалы мына телефон болатын болса, соның ішіндегі радиотехника элементтерді құрастыру, соның ішіндегі Arduino деген мысалға былайша айтқанда ноутбук деген материнский плат сияқты, сондай сол платының құрылысы неден тұрады, оған сен сырттан тағы қандай нәрселерді қоса аласың да, сондайды түсінуді соған кәдімгі кодты да текстпен жазатындай схеманы енді қазір код жазуда көп таңғалдыратын нәрсе емес, қазір жасанды интеллект шығып вайп кодинг деген енгізілді. Сондықтан да көбі мысалға кодты жасанды интеллект арқылы, но бастысы hard skill ғой. Яғни жасанды интеллект шығып, осы скиллдардың ішінде soft skillға үлкен соққы берді. Soft skill деген яғни сайт жасайтындар, код жазатындар отырып соларға. Себебі қазір дейтін сайттың өзін дейтін сайт жасау үшін бұрын бәленбай команда жалдап ақша төлейтін болса, қазір жасанды интеллект арқылы әрі кетсең 3 сағат отырсаң, сайттың толық несін шығаруға болады, қаңқасын шығаруға болады. Сол сияқты қазіргі таңда hard skill қажет. Ол дейтін яғни отырып пайкілейтін, әрбір элемент танитын, не үшін керек деген сияқты сол бағытта. Менің қозғап жүрген нәрсем сол. Себебі әлемдік деңгейдегі жоғары университеттерге түсетін болса, оларға дейтін сен легодан алып келген білімің оларға қажет етпейді. Оларға бір ойыншық құрастырып себебі ол актуальды нәрсе емес. Себебі легоның өзінің шектелген датчиктері бар, өзінің мүмкіндігі бар, ол өзінің рамкасы бар, ол рамка. Былай айтқанда лего деген белгілі бір адамды белгілі бір рамканың ішінде ойлауға әсер етеді. Онда біздің қазіргі мына популяризация болып отыр ғой, робототехника деген бір соңғы кездері бір естімеген енді бір соңғы 3-4 жыл шығар бәлкім мен естіп жүргенім бір қатты бір хит болып жатқан нәрселердің бірі, балалардың бәрі соған апарғысы келеді, үйреткісі келеді. Сосын ана частный школа, мектептер бізде робототехника бар деп мақтанады мысалға, сондай бір кішкене тенденция болып отыр. Бұл да бір енді оқу жүйесіне енгізілген бір жаңалық болғаннан кейін, оны халық дұрыс түсінбей бәлкім оны түсіндіретін адамдар болмағаннан кейін де соны робототехника жаңағы сізге көрсеткен легоны сол екен деп қабылдап
мүмкін ата аналар сол жаққа балаларын бәрі апарып сол деп қабылдап жүрген шығар мысалға, иә. Өйткені сіз енді ар жағынан терең білгеннен кейін сізге оны жаңағындай ол емес екенін сіз түсініп тұрсыз ғой. Демек біздің Қазақстандағы роботехника былай айтқанда дұрыс бағытта кетпей жатыр деп айтуға кішкене болса да шындыққа келе ме, солай айтуға болады ма? Дұрыс бағытқа кетпей дегенде ол да бір бағыт. Просто біздер сол бағытты тым әсерелеп, жаңағыдай әліппені оқып бітірді, бірақ біз әлі оған әліп беріп жатқан сияқты көрінеміз да қолға. Ол деңгейде қажет, онсыз болмайды. Себебі жаңағыдай біз айтқан Arduino сияқты микроконтроллердегі төменгі астын баласына бергенмен ол пайда жоқ, түсінбейді да мысалға. Ол жаңа легомен айналысатын бағытта ол қажет. Бастауыш соны үйреніп. Жай ғана оның бір кезеңі оқушының өмірінде оның бір кезеңі болу керек та, басымен аяқталатын. Ол міндетті түрде жабысып алып, оны 11-ші сыныпқа дейін мектептен шығарып салуғатындай болмау керек. Мен айтып жүрген нәрсем сол. Ал енді мен жаңа айтқан ақпаратым дұрыс па? Жалпы Қазақстанда роботехника жалпы соңғы қарқын дамып жатқан 3-4 жылда айтып қалдым. Ол менің көзқарасым ғой. Өйткені мен байқағаным, мүмкін мен қателесетін шығармын. Жалпы Қазақстанда роботехника деген бағыт қай кезде кірді өзіне? Жалпы роботехника бағыты мен егер қателеспесем, осы 2010 бекен сол шамада сияқты Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінен басталды. Енді роботехниканың жалпы неге Қазақстанда қарапайым адамға да танымал бола бастау себебі осы роботехника жарыс өткізетін, айналысатын адамдар маркетингті қолға алды. Қатты көңіл бөлді. Иә, яғни мысалға, қарапайым Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі басталды дейді, тәуелсіздігімен құттықтау. Телевизордан экранға айтын тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерді салады. Кім салады? Қарашы, спортшы. Жетістіктердің ішіне Димаш Құдайберген, әнші, бишілер, спортшылар. Соларды бір ғалымды, біреуді бүйтіп 30 жылдық Қазақстан тәуелсіздігінің жетістігі деп көрсетпейді. Сондықтан да айтын адамдар үшін де қарапайым адамдар. Баласын қай ата-ана баласын телевизордан көргісі келмейді. Қай ата-ана баласының жұлдыз болған бәрі қалайды. Мен де қазір қызым өсіп жатыр, мен де мысалға телевизордан көрсетсе, бірақ біздің ата-анамыздың көретін телевизордың өзі санаулы түрде ата-анаға баласын қайда беру керектігін тәрбиелегендей болады да. Шынымен солай. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнайы ролик шығып жатқанда жетістікке жетіп жатқандардың деңгейі кілең спортшылар, әншілер, бишілер. Сондықтан да ата-ана сол жаққа береді. Содан кейін бар осы қазір Қазақстанда роботехника жарыс өткізетіндерді уже маркетингті қолға ала бастады. Мысалға, Кернеу немесе Юстем дейді, екеуі жалпы бір бағыт бар. Олар қазір FLL дейді, First Lego Liga немесе FTC First Tech Challenge деген сияқты жарыс түрлерін алып келді Қазақстанға, First жарыстары дейді жалпы. Солар маркетинг жақсы қолға ала бастады. Яғни жарысты өткізгенде шоу етіп өткізу, жарысқа дейтін бұқаралық ақпарат құралдарын шақыру деген сияқты. Енді Қазақстанда жалпы жарыстың алғашқы өткізген Назарбаев зияткерлік мектептері әлемдік жарыс бар, ВРО деген, яғни World Robotics Olympiad деген. Соны бастады. Бірақ оларда основном Назарбаев зияткерлік мектептерінің ішінде жақсы конкуренция болды да, сырттан қатысып сол жарыстан дүниежүзілік неге баратын командалар саны аз болды. Яғни міндетті назар. Содан кейін келесі құрылған федерация Казроботикс деп аталады. Казроботикс федерациясы алғашқы өзінің жарыстарын 2017-де қателеспесем бастаған сияқты. 2016 ма, 2015-тен бастады. Жарыстар өткізіп бастағаннан бастап кішкене былай айтқанда халыққа танымал болды. Сол кезде бастаған кезде 2015-те бастады. Мен 2015-те бастады. Сол кездерден бастап жарысқа қатысып жүрдік. Сол кездерде жай ғана біздерде жарыстар қалай өтеді? Осындай бір мектептің басына кіреміз, өзіміз жарыс өткіземіз. Орын алған мен мақтанам, қуанам. Мен оқушым мектебім білет, оқушым білет. Болды. Ол жарыстың өтіп жатқанын алғай жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары осын ешкім білмейді. Оны бір дейтін әлеуметтік желіге бір жақсы етіп монтаждап, әдемілеп, бүйтіп міне деп салатын ондай нәрсе жоқ. Бірақ ол федерация бәрі де біздерді, яғни мен де қазір ол федерацияның мүшесімін, бірге есетін. Біздерде просто жай ғана мына нәрсе өтті. На совесть өткізу дейді андай. Жарыс әділ өту керек. Жарыстың дейтін өтуінде жаңағыдай бір жарыс ережесінде бәрінде пайдалы нәрсе болу керек. Федерация. Яғни олар сол бағытта өткізді. Яғни хайпқа неге көп көңіл бөлген жоқ. Ал енді қазіргі заман талап етті. Сен тып-тыныш өткізген нәрсең пайда болмайды. Сен көпке таралғанын қаласаң, маркетингті де қосуың керексің. Сондықтан да қазіргі таңда сол мына Юстем Асылбек мырзалар жасап жүрген жарыс ұйымдастырушылар, олар қазіргі таңда осы жалғыз жарысты емес, жарыспен бірге маркетингті де қолға алып, қазір қарапайым адамдарды ести бастап жатыр да. Яғни бұрын вообще роботқа қатысы жоқ, баласы барып көрмеген адамдарда роботехника деген бар деген сияқты. Демек онда мен 3-4 жыл бұрын пайда болды деген менде көзқарас, маркетинг қолға алып бастағаннан кейін негізінде ол тереңнен басталған. 2015-2013 жылдарда басталған болуы мүмкін. Жақсы. Енді жаңа сөзіңіз аузыңызда мен мысалға жаңа сіздер айтып отырсыз мына Қазақстанда қазір
көбінесе әнші биші күйші олимпиада жеңімпаздарын соларды кішкене былай айтқанда дәріптеумен айналысып кеттік та халықтың көзқарасында да солардан асқан бір ұлы тұлғалар жоқ сияқты көрінеді. Менде де бір қызық оқиға болған, бір осындай бір ер адамдардың жиналысында отырған кезде бір сұрақ қойылды барлығымызға: қазіргі заманның батырлары кім деген сұрақ қойды. Енді кімді біледі, кімді білесіңдер, кімді атайсыңдар деді. Сосын енді мен үндеген жоқпын, тыңдап отырмын, кім не айтады екен деп отқан кезде біреу айтады Сырымбек Тау дейді, біреу айтады Руслан Берденов деді, біреу басқа деді, анау Головкин деді, анау деді, мынау деді, сондай әңгімелер айтып жатыр да. Где-то бір 10-20 шақты жігіттің тізімін жазып шықты. Сол кезде мен ойыма келгені, мына тұрғандардың тізімде тұрғандардың барлығы дедім, бәрі Инстаграм жүргізетіндер дедім да. Инстаграм блогер болып жүргендер. То есть ол кәсіпкер болса да, мен әрине олардан да мықты кәсіпкерлер бар, бірақ олар Инстаграм жүргізбеген, әлеуметтік желі жүргізбегенде халық олар танымағандықтан олар демек батыр деп санамайды. Енді Головкин жарайды, айтпаса аты әлемге әйгілі болып тұр. Басқа сияқтылар, сондықтан менде қызық болды да, демек қазіргі заманның батырлары әлеуметтік желіні мына бағана сіз айтқан маркетингді дұрыс қолданатындар деп халық солай қабылдайды екен да. Сондықтан әрине біз енді Қазақстанның бір осы жерде бір мүмкін енді бір саяси өзіміздің бір сондай көзқарасымыз дұрыс еместігі шығар. Жалпы жаңа сіз айтқандай ғалымдардың болмаса осындай техникалық ғылымдардың мысалы Қазақстанда әйтеуір мысалы осыны аяқтан тұрғызып тізерлеткізіп болса да әйтеуір осыны жүргізіп келе жатқан жігіттер бар, негізі жоқ емес, бірнеше ғалымдар да бар. Бірақ өкінішке орай біз олар туралы, оларда өздері кішкене активный болмағандықтан, оларға да бір қолдау көрсетілмегендіктен өкінішке орай біз оларды білмей қаламыз да, оларды жаңағыдай батырлардың қатарынан көре алмаймыз өкінішке орай. Жақсы, енді былай ғой, сізде бізде енді осы саланы менің өзім салам бар, сіз өзіңіз салаңыз бар, бірақ қалай да болса да әйтеуір қасық қанымыз қалғанша әйтеуір ақырында қолымызда бар дүниемен бүйтіп ұйқастырып келе жатқан азаматтарымыз ғой сізде бізде. Бір осы кезде бір сіз бір қолдау болса деген бір ой бола ма сізде? Мысалға бір осы мен осы жасап жүрген шаруама бір үлкен қолдау көрсетілсе, мен былай істейтін едім, мен сөйтетін едім деген сияқты бір нені армандайсыз жалпы? Жалпы енді армансыз адам қанатсыз құс дей ме? Бұрын енді көп нәрсені арман еді, бірақ қазіргі таңда менде арман жаңағыдай ең басты арман, мысалға осы инженерлік робот, бұрын өзім ойлайтын едім, компания ашсам жаңағыдай да, мен осындай роботты жасап шықсам деп. Бірақ білім саласында жұмыс жасап, жылдан жылға жүре берген сайын балаларға осы бағытты үйретіп қуанғанын көргенде менде жаңағыдай мына нәрсе да, өзім орталық болса, сол орталыққа жай ғана жаңағыдай не ғой, мысалы мұғалімдер келіп, мысалға спортшылар деген не үшін жетістікке жетеді? Мысалы олимпиадаға барған спортшы не үшін жетістікке жетеді? Себебі не істейді? Ол спортшының дейтін, мысалы алдында Михаил Шайдоров та, Бибісара Асаубаева да мысалы интернетке шығып жатыр, жаңағыдай менің жағдайым жасамай жатыр деген сияқты. Біз бағытта ондай қасқа біз ондай айтпаймыз ғой. Былайша айтқанда қазір сол жаңағыдай кейбір жарыстарға алдында, мысалы осы жылдан басына Қытайға бардық жарыста, онда да мысалы нәтиже болмады да, бірақ анда биыл дейтін осы Түркияға барғанда орын алып келдік, бірақ одан да мықты орын алуға бізге одан да жақсы нәрсе. Сол жаңағыдай нәрсе спортшылар жасағандағы сияқты бізге де бір сондай бір не бағыт бөлінсе деп ойлаймын да. Бір қолдау бөлінсе. Мысалға айтын, сен өзің бұл дорогой удовольствие дейді да, сен өзің дейтін робот жасауың, балаларға үйретуің үшін, ол сені үйрету үшін бірінші сен өзің жасап қарайсың, себебі дейтін ол қосып қарашы жасаймын екен деген нәрсе емес та. Жаңағы телевизордың пульті сияқты кнопканы басшы не болды дейтін емес, ол сен бірінші оның ішінде қауіпсіздік ережесі бар. Бірінші сен өзіңнің шығармашылығыңды қосасың, өзің жасап қарайсың. Мысалы кез келген бір датчик сенсор болсын, немесе бір идеяң болса, жалпы бұл проводтың бойынан ток қалай өтеді, ол датчик қалай жұмыс жасайды, жалпы ол дейтін жаңағыдай мен микроволновка программа жазатын болсам, қанша уақыттың ішінде обработка жасайды деген сияқты ойлар бар. Бірақ сен соны ойлап жүргенде сенде екінші артында тағы отбасың бар. Асырауың керек, жүргізуің керек та. Сен Құдайға шүкір бәріміз қазақпыз, бәрімізде кредит бар мысалға. Сондай нәрселер бар сенің артынан тиіп. Сен кейде дейтін бір нәрсені дұрыс шалыс ойламай қаласың да, соның кесірінен сенде кейде балаға бір кей жағдайда өзің мына нәрсені дұрыс айтпай қалдым ау. Мен дейтін мына нәрсені кішкене әлі де көбірек дайындалған кезде соңынан біткен нәтижелерін ойлап отырасың ғой. Мен кезде мына бағытты дұрыс өзім талдап түсіндіргенде бәлкім нәтиже бұдан да жақсы болады. Немесе бәлкім ол оқушының дейтін жасаған роботы, проектісі бұдан да мықты болар ме деген сияқты болады да. Сол негізі менің ойымнан да нәрсе Қазақстанда осындай бір жаңағыдай осы инженерлік роботехника осы бағытты дамытатын бір бөлек бір, яғни біздерді яғни оқу ағарту министрінің құрамында мысалы министрлікке қарайды. Ол жерде бұл бағытқа бөлек бір департамент керек. Мен жаңа сол сұрақ сізге қойғым келген негізінде. Қазіргі Қазақстанда робототехника кімге бағынады деген менде сұрақ болды да. Ол бағынып тұрған банағы мекемеде, мейлі ол жаңағы министерство болсын, осыны білетін адамдар бар ма деген мен сұрақ болды да менде. Сондай ойыма көкейімде сұрақ сіз алдын ала айтып кеттіңіз. Сол бағытта бір департамент құрылып,
сол департамент жаңағыдай ғой, ол да бір жағынан ол да бар, бізде дейтін бір нәрсе құрылады да, бірақ оған отыратын адам қаншалықты түсінеді немесе қаншалықты профессионал. Сонда бізде қазір Қазақстанда робототехниканы былай айтқанда көрсететін министерство бар. Министрлік бар дегенде біз енді білім саласында біз оқу ағарту министрлігінің құрамындамыз да. Бірақ оның ішінде робототехниканың қатысы бар бір департамент сияқты бар ма? Ондай нәрсе жоқ. Себебі кейбір жарыстарды Астана дарыны қадағалайды, қосымша білім беру бағыты бойынша өтетін жарыстарды жаңағы Румцуда деген бар, солар қадағалайды. Мынандай нәрсе ғой, мысалға осы бағытта бұл біздің қазіргі айналысып жүрген, бізде инженерлік робототехника айналысып жүрген нәрсеміз. Мысалға Қытайдың машинасын да қазіргі таңда бұрын дейтін бұрынғы машиналарда қалай фарын сөндіруге ұмытып кетіп фары өшіп қалады да, аккумулятор отырып қалады фарын. Қазіргі машиналарда дейтін фарын сенде өшіріп жүрудің қажеті жоқ, авто режим бар да мысалы. Келдің өзі, бірақ соның әрбір, мысалы сіз айналысып жүрген Унидомда да әрбір датчикті біз дейтін соның ішіндегі детальны үйретеміз ғой. Мен көзқарасыма да, егер үкімет жай ғана осыған көңіл бөліп осымен айналысып жүргендерге айналысыңдар, айналайындар, сендердің мақсаттарың осындай балаларды жылға осындай баланы осындай нәрсемен тәрбиелеп шоуларын кіресіңдер деген нәрсемен беріп, осыған келетін тренерлерге жағдайларын жасап қойса, мысалы, ол тренер дейтін мақсат былай ғой, ұйқыдан тұрғанда ойы, бүгін мен балаларыммен қандай жоба жасаймын, бүгін мен балаларға қандай тақырыпты дұрыстап үйретемін дегенде. Сөйтіп жүріп жұмыстанатын болса, ол тренер өйтіп ойлау үшін, мысалға, тұрмыс тіршілігіндегі мәселе шешілгендей болу керек та. Солай нәрсе болатын болса, мен мысалға вообще мықты нәрсе жасау. Вообще нені Қазақстандағы инновацияны төңкеруге болады. Мысалға, бір жылы Екібастұзда дейтін не жарылғанда не болды ғой? Қай депутат екен білмеймін, бір әйел адам айтты, бір депутат. Жаңа Рудныйға ма, неге ма, не қойған, әлде Зайсанға ма, неге жылу электр станциясына бір мотор ма, бірдеңе әкеліп қойған, насос па, бірақ оны әкелгенде қоса алмаған, бәлен жыл тұрған да, 4 жыл ма, білмеймін, қателесіп. Сонда дейтін бір бәлен мың доллар төлеп шетелдікті шақырған, шетелдік ананы дейтін жаңағыдай бір жарты сағат ішінде оңдағанда бәленбай мың доллар алып кетіп қалған, жарты сағат ішінде қосып. Сонда біздерше былайша айтқанда қаншама колледждер бар да, қаншама жоғары оқу орны бар, олар бітіргенмен де значит дұрыс маман бітірген. Енді олардың бітіре алмай бір нәрсе дұрыс, себебі бізде мектепте ондай деңгейде көңіл бөлініп жатқан жоқ. Өкінішке орай. Егер де мысалы мектепке беріп, я болмаса осындай бір орталықтарға оқушылар дейтін отырып, біздер мысалы білім инновация лицейінде біз 2 жылдан бері қазір жасап жүрміз да ішінде. Бірінші жылы дейтін 144 қателеспесем оқушыны оқыттық. Екінші жылы осы оқу жылында 216 оқушыны. Анарда дейтін Ардуиноға келіп кабинетке бергенде, кабинеттің ішін сіз көрсеңіз, оқушыға тапсырма қойып тұрсаңыз, бір уақытта деген 25-75 оқушы кейде кабинетке кіріп, жоба жасауға кіреді ғой. Кабинеттің ішін тас салғанша болады, бірақ әңгіме тас салғанда емес. Әңгіме ананың ішіне кіргенде әрқайсысы отырып, біреумен әңгімесі отқанда, провод қанша резисторды алып кел, пайкіліп істеп отқанын көргенде, вау дейсің. Бұл бірақ, яғни бір мектеп, ол лицейдің, білім инновация лицейінің Астанада ауылдарын, ол мектептің түсініп отқаны да, мектеп ұжымымен жалпы бұның қаншалықты қажетті екенін түсініп отыр. Сондықтан бізге қолдау беріп отыр. Біздер кіргенде мектептегі парталар жаңа болды. Биыл оқу жылы аяқтағанда партаны көретін жер жоқ. Бір жақ шеті арамен кесіліп қалған, жаңағыдай араны үстіне кесіп жатқанда кесіп кеткенбіз, үстіне клей жауысып қалған. Жұмыс жалпы қызып жатқандығы көрінеді. Қызып жатқан көрінеді. Кабинеттің ішіне кіргенде, тіпті дейтін сол лицейге нелер ата-аналар экскурсия жасайды ғой, кіргенде ішін кіріп дегенде айтады ғой, жұмыстың иісі шықты. Жұмыстың иісі шықты. Өкінішке орай бізде солай ғой, көп жерде өзімізде бала кезде солай. Сонда егер бірнеше қалада немесе сондай бір орталық бөлек кәдімгідей мектептің несіндегі емес мысалға да, едебі бөлек кәдімгі таңертең кешкені осымен айналасыңдар, балалармен солай жұмыстаңдар деп. Вот сол кезде деген мына жаңа айтқан лицей машинасы сондайдың әрбір датчикті біздің балалар өздері жасай алатындай. Сондай деңгейге жетер едік та. Енді сіздің сөзіңізге қарап отырып кезінде өзім информатиканы қалай оқығанымыз есіме түсіп отыр да. Біз информатика ең алғаш пайда болған кезде білесіз ғой қалай болды. Компьютер болды, тұрды, компьютерге кіреміз, ойын ойнап қайтатынбыз тек қана. Мұғалімдеріміз жақындатпайтын. Басқа уақытта информатика сабағы бір 45 минут өтеді де кетеді. Отырған кезде карта ойнаймыз, пассианс, анау лақтырып бірдеңе бомбалар жаратын ойындар ойнаймыз. Бірақ сонда өкінішке орай жаңағыда біз ары қарай бір қызықтырып, соны бір ашып, қарап, бір программа жазып бізге соны үйретпеген екен де. Тек қана жаңағыда сувенир ретінде тұрды. Информатика кабинеті компьютер. Мен ойлаймын енді, мен тек қана біз емес, жалпы бізбен замандас сол жылдарда оқыған жігіттер, осы көріп отқан көрермендер осыны маған нағыз етіп, я бізде де солай болды деп подтвердить етіп береді деп ойлаймын өз басымша. Ол енді өкінішке орай жаңағыда көзбояушылық.
сондықтан жаңа сіздің айтып отқаныңызға қарап мен де қызығып отырмын, балалардың ана кабинетті дұрыс қолданып, тіпті ол жерде жұмыстың иісін шығатындығы негізі жақсы ғой ол деген. Демек бұл жерде мен бір ойға түйіп отқаным, жаңағы білім инновация лицейі, бұрынғы КТЛ ғой, мен түсінген бойынша КТЛ-дің сол Астана қаласындағы сіздердің қазір ашқан кабинеттеріңіздің былай айтқанда сол ұжымның басшылардың дұрыс көзқарасы да бұл іске деген. Шіркін-ай дейсің да, бәрі осындай болса екен деп. Әрине енді бұл басқа мектептерді біз енді даттағанымыз емес, бірақ дегенмен де білім инновация КТЛ-дің сол жерде бір сатыда болса да көзқарасының оң екендігін көрсетеді да бұл іске деген. Сосын жаңа сөзіңізден тағы да бір топшалай келе, мұғалімдерге жағдай жасалмау мәселесі. Шынымен де енді көкейкесті бір мәселенің бірі, өйткені қазақ айтады ғой, ел болам десең бесігіңді түзе дейді, бірақ енді мен де айтар едім, ел болам десең бірінші ұстаздың жағдайын жаса, ұстаз түзе көр да. Ұстазға, өйткені ұстаздан бәрі шығады деп айтамын. Ыбырай Алтынсарин айтқандай, ұстаз мектептің жүрегі деген. Иә, өйткені ұстаздың мен түсінген бойынша Қазақстандағы мына қазір енді барлығы демей ақ қояйық, мына сіздердің бағыттарыңызға робототехника, жалпы мына ақылды үй саласы болсын, электрика саласы болсын, осы салада оқытып жүрген ұстаздарға жағдай дұрыс қарастырылмағандығы, оларға көңіл бөлмегендігі себепті. Біздің салада жүрген ұстаздарды не істеп жүрген білесіз ба? Біздің салада жүрген электрикада ұстаздар сабақ береді, сабақтан шығып монтаж ұрып жүрген жігіттер бар. Біз өзім де солай істегем, айлыққа істеп, одан кейін шығып барып семьяны асырау керек, өйткені бағана балаңның несі келе жатыр, одан садигін төлеу керексің, кредитің келе жатыр деген сияқты. Енді тұрмыс тіршілік, былай айтқанда біздің көп немізді, уайымымызды алып қояды да, жаңағыда сосын уақытын да алып қояды, сосын біреуге әрине сен неңді бересің, өзіңде драйверде аккаунтымыз бар, кейде шығып таксовать етеміз. Ол да бар, иә, ол қарап отырсаңыздар да, өкінішке орай да, енді бір жағынан ол әрине біз мен сізге айтқандай ғой, біз өзіміз барымыздан құрастырып жатырмыз. Осы жерден бір қолдау күткім келеді да. Енді әрине мүмкін осы видеоны көріп бәлкім енді бір кәсіпкер жігіттер шығып қалып бір мына жігіттерге қолдау көрсетейік деп айтуы да мүмкін, өйткені қазақ айтады ғой, сұрамаған балаға емшек жоқ дейді бір жағынан. Марс мырза да қазір заман сондай болып тұр да, қолдау егер көрсетпей жатса кішкене өкінішке орай барып есікті тоқылдатуға тура келіп тұр да. Бірақ енді бұл әрине енді біздің кішкене бір дұрыс емес көзқарас, бірақ өкінішке орай оған да баруға бізге тура келеді, есікті қағуға. Себебі не істеу керек? Балаларды оқыту керек. Сіздің балаларыңыз бар, менің өзімнің жаңағындай келе жатқан өзімнің шәкірттерім бар. Мен мысалға қарап отырсаңыз енді біздің сізбен қазір салыстырып болсам, сізге келетін мысалға шәкірттер ол кәдімгі мектеп оқушылары, бізге келетін шәкірттер кәдімгі ол жұмыста жүрген, электрик болып жүрген, болмаса электрик болғысы келетін балалар, студенттер, болмаса үлкен кісілерді. Сондықтан қай-қайсысын қарап отырсам да ешқайсында бір жағдай жоқ, шындап келгенде. Оның барлығын әрине бір уақытында арнап тегінде оқытқың келетін кездер болады. Осылар разы болсыншы деп, бірақ енді шындап келгенде жаңағы семья бала шағаның несімен қамымен қазіргі мына біздің капиталистік режиммен ол жерде ақшасы жүру мүмкін емес та. Придется не істеуге, жаңағыдай таксовать етіп, болмаса басқа бір жұмыстар істеп, монтаж істеуге де қарап отырсаңыздар. Жақсы. Енді мысалға мен енді соңғы кезде бір қызықтыратын нәрселер мына гуманоид роботтар дейді ғой. Қазіргі басқаны Қытайдың, Американың жасаған роботтарын көрсем, енді жүріс тұрыстарының өзі кәдімгі адамның қимыл қозғалысын енді бір 90%-ға болса да қайталай алады да. Мен түсінігім бойынша ол енді кейін бір тұрақты бір үйдің бір мүшесі сияқты болып кететін сияқты болып тұрады. Маған кейін осы роботың болмаса, бір итің болмаған сияқты болып тұратын сияқты, бір кезең келетін сияқты. Бірақ мына тағы да бір көршілес мемлекеттер бар, иә, Россияның алдында бір жасаған роботын көрдік, алтта бір деңгейде шайқалды да құлады да қалды мысалға да. Енді сол сияқты бізде мына гуманоидтық робот жасауға жалпы тұрарлық нәрсе ме? Бұл бізге ол Қазақстанға керек емес пе? Жоқ, керек емес деген нәрсе жоқ. Мысалы гуманоид робот сыртынан қарағанда қытайлықтар жақсы жүргенмен ресейдікі шығып құлағанмен көбі күліп жатыр ғой, мысалы ресейдікі шығып. Бірақ енді шын мәнінде оның артында үлкен еңбек жатыр да, үлкен есеп жатыр. Яғни былайша айтқанда бізде енді мынау аяғымыз енді біз миымызбен бәрін басқа көріп тұрмыз. Шын мәнінде роботтікінде ол қалай болады? Мынаның әрқайсысы, мысалы мынандай нәрсе ғой, мен өзімде айтамын да, әрбір датчик дегенмен, бірақ по факту әрқайсысы әрбір үйдің бір еркесі сияқты ғой. Бір-бірін тыңдамайды. Сол роботқа программа жазатын адам мынаның бәріне рөл беріп түсіндіру керек те. Яғни мынау қанша градусқа кетіп жатқанда екінші мотор қанша градусқа оның кетіп жатқанын қозғалу керек. Былайша айтқанда кинематика да, нені сезіп жүргізетіндей. Сондықтан да енді ол бәрі күліп құлап жатқан кезде мен түсініп отырдым да, себебі біз де кейде жасаймыз да, түнімен отырамыз, жаңа шығып жатқан сияқты болады, бірдеңе шаңып кетеді. Я болмаса құттай датчик роботта мынандай нәрсе ғой, мен өзім мұғалімдерді оқытамыз, кейде балаларға сабақ бергенде айтамын. Ток деген адамның қан сияқты. Анемиясы бар адам ол дұрыс жүре алмайды, дұрыс ойлай алмауы мүмкін. Немесе қаны көп болатын болса, жаңағыдай ток көп болатын болса, робот жанып кетеді, адамда қан қысымы көтеріліп кететін болса, енді басқа қан құйылады, сондай жағдайлар болады ғой. Сол сияқты дейтін, мысалға біздің көзіміз қазір көріп тұр, сіз екеуміз
бір кезде бір сбой болып дауысымызға бірден келмей қалса сөйлей алмай қаламыз. Сол сияқты ана роботта да мысалға ресейдің роботы құлағанда жағдайда ол келатқанда әрбір датчиктен жан жақтан сенсордан ақпарат алып келеді. Бір жерінде құтты бір ток жетпей қалды ма, ана сенсор вообще басқа дамай берді ма, бүткіл процессті қудырады ғой, короче. Бүткіл керісінше ақпараттар келеді, мынау уже басқаша құлап жатыр екен деп ойлап, наоборот алға қарай тым еңкейіп кетуі мүмкін де, сенсордың несінен. Сондықтан да дейтін, негізі бізге бұл бағытты жүргізу керек, зерттеу керек. Біз біреудің былай айтқанда құлап жатқан роботына күлмей, бізде өзіміз жоқ екендігімізге кішкене жылауымыз керек дегенше. Бізде де қазір дейтін бар ғой, оны жасаймын десе, қазір университеттерде, мысалы Назарбаев университеті бар, мен білетін университет жақсы Назарбаев университеті. Қазақ КБТУ дейді, Қазақ британ-техника университетінде, мен енді қазіргісін білмеймін, бірақ бұрын мен Оралда жұмыс жасап жүрген кезде бір студенттер келіп жобаларын көрсетіп жүрді, ағайымнан қалай. Сол кезде тапсырмаларын көріп риза болып жүрдім. Қазақ британ-техника университеті кәдімгі студенттерге жақсы тапсырмалар береді екен ғой енді. Просто жаңағыдай мен кейбір университетте көрдім, Легадан EV3-тен программа жаз деп андай не алып жатқан, тапсырма беріп қойған. Олай андай болашақ мамандар бар. Университеттің студентіне ме? Ал КБТУ-да мысалы жақсы Arduino-дан, Raspberry-ден тұру керек, мысалы жақсы тапсырмалар бергенде. Сол сияқты сондай университеттерде мысалға мүмкіндік берсе, ол тек қазір университет, қазір мысалға біздің балаларға да бір жақсы арғай, менде мысалы биыл 2-ші жыл ғой. Ол балалармен мен тағы да 4 жыл жұмыс жасасам, мен сенем, что біздің менің оқушыларымда сондай нәрсені шығарылады. Біздер қазір жай-жаймен келе жатырмыз да, яғни поэтапно қойдық, әрбір жылдан жылға бір баспалдақты бүйтіп бағындырып келе жатырмыз. Сол оған жетуге болады, оған бізде де жай ғана жаңағыдай соны түсіну керек та. Бірақ енді жаңағыдай әлемде бір нәрсе дамып жатыр екен, соны бізде дамыту керек деген, ол шынымен бір жағынан қызығушылық болу керек. Әрбір нәрседе интерес қой. Қызығушылық болатын болса, бізде осыны дамытып көрейікші, бізде зерттеп көрейікші деген. Әрине Қытайлардікінде жүргізе алмауымыз мүмкін, бірақ соған оны есептеу барысында, сол гуманоид роботты құрастыру барысында ішінде қаншама этаптан тұратын ғылыми нелер бар да, ізденістер бар. Сен жаңа гуманоид роботтың аяғының өзін бүйтіп құрастыру барысында алған білімнен сен мына жақта басқа робот құрастыра аласың. Сен гуманоид роботтың денесін құрастырып алып келдің бе, сен соны құрастырудан алған біліміңмен сен уже гуманоидтан басқа да роботтарды құрастыруда уже сен білімің қажет, үйренесің мысалға. Сондай нәрсе соғады. Программасын жазғанда да сондай нәрсе. Бірақ біздерге көп жағдайда керек енді. Енді мына біз умный дом саласымен айналысқаннан кейін, біз енді ақылды үй саласы ғой. Біз жаңа қазіргі голосовой помощник дейміз, дауыстық көмекшіміз бар ғой, Алиса деген. Соны қолданамыз. Оны қолдануға тура келеді, өйткені оның басқа баламасы жоқ. Қазақша түрі жоқ та. Маған енді көп адамдар сұрақ қояды. Неге қазақша сөйлемейді? Енді қазақша сөйлейтін жасап қойды, бірақ дегенмен де неге біз Алиса деп айтуымыз керек? Неге Айгүлі жоқ? Неге Айсұлуы жоқ? деген сияқты бізге әйтеуір тиісетін бір не бар? Себеп бар бізге. Бірақ мен ол сұрақтан былай деп жауап беремін. Осылай халық сұраған кезде, Алисаның өкінішке орай қазақша баламасы жоқ. Амалсыздан біз осы жүйені қолданамыз деймін да. Бар әрине, Google-дікі бар, басқа iPhone, Siri-лардікі болуы мүмкін, бірақ олар ағылшынша, егер ағылшынша жақсы болса, соны қолданыңыз деймін. Бірақ енді бізге қазіргі енді нарықта бары осы СНГ нарығына жақын, бізге қазақша, орысша, жаңа өзбекше сөйлейтін осы Алиса жақын болғаннан кейін соны қолданамыз деймін. Бірақ негізгі оның ар жағында жатқан ол менің енді сұраққа жауап беруіме деп мен дайындап қойған ответім ғой. Ал бірақ оның ар жағында жатқан іштей бір жылайтын дүние, шынымен де оның қазақша түрі жоқ, былай айтқанда. Енді сіздің көзқарасыңызбен осы жалпы мына Алиса деп жүрміз ғой, біздің қазір қолданып жүрген, соған оны отандық жасауға деген бір қадамдар жасалып жатырғанын білесіз бе жалпы осы бағытта? Өйткені маған көп осы сұрақ қояды да, мен шындап келгенде не жауап беремін білмеймін. Мен жаңағыдай айтамын да, мен мынандай ғана аян, бір тал аян. Қалай мен Яндекс компаниясынан конкурент боламын деймін да, мен шамам жетпейді оған. Бұған тек қана сіздермен бірлесіп, болмаса жаңа кәсіпкерлік істеріне ақша бөлу, болмаса мемлекеттің бір қолдау көрсетуінде ғана жасамасақ өзіміздің затымызды. Қазіргі енді бар нәрсемен қолданып жүрміз деймін да. Сондықтан енді сіздің ойыңызша жалпы балалар, мысалы болашақта сіз болмаса оқытатын шәкірттері, болмаса сіздің салаңызда жүрген басқа да осы сізбен бір әріптестер осыны қолға алып жатыр ма жалпы? Алисаның қазақшасы бола ма? Шыны керек, дәл нақты білмейді екенмін. Қазақшасы жасап жатырған адамдар бар ма жоқ па деген сияқты. Шынында енді Яндекс үлкен компания ғой. Оған конкурент болып шығару үшін енді сен артында қаржы да неде тұру. Себебі Яндекстің ол Алисаны шығаруда артында үлкен база жатыр да. Қаншама жинақ жатыр, ізденістер жатыр, оны қолға алу. Бірақ енді шынында біздерге дейтін ол бағытты енді қазіргі таңда жасанды интеллект шыққан кезеңде жалпы ойланып жұмыстанатын болса, кез келген нәрсені жүзеге асырып қарауға болады. Бірақ мен не бар, Тимур Бектор деген IT ағартушы, сол кісінің бір Инстаграмда жазып барын оқығам. Қазақ тілін қазақтан басқасын бәрі дамытып жатыр деген. Шынында сондай нәрсе бар. Мысалға дейтін, біз Астанада дейтін компания бар, EduVector деген.
яғни олар дейтін Қытайдан дейтін робот жинақтар әкеледі. Мектепке дейінгі балалар бар, яғни балабақшаның балалары, мектеп жасындағы балалар бар, яғни бастауыш сынып, жоғарғы сынып бәріне арналған робот жинақтар әкеледі. Соның ішінде қызығы балабақшадағылар. Балабақшадағы жинаққа Tailbot деп аталады робот. Алып келген қазақ тілін. Сонда ана қытайлар өздері қосқанда, біз ана компания бері қарай алып келді, Қазақстанға. Мен Қазақстан ішкі нарығына сатамын, біз балабақшаға енді міндетті түрде қазақ тілі керек қой, балабақша қазақ. Соған бізге қазақ тілі керек дегенде қытайлар өздері қосқанда, яғни анау дейтін әлемнің 11 тілінде, 15 пе 14 тілінде ме сөйлейді, ішінде қазақ тілі бар. Қазақ тілін олар соңынан қосқан. Олар ең алғашқы шыққан деңгейде қазақ тілі жоқ. Яғни олардың бір өздерінің гайд кітабын қарайтын болсаң, яғни 14 мемлекеттің туы бар, Қазақстан туы наклейкасын бөлек шығарып, оқытып, соңғы шыққан нұсқаларын бәріне қазақ тіліне енгізіп отыр, бірақ яғни Қазақстан туы чип, түсінетін қазақ тіліне түсіну керек чип бөлек жүреді. Яғни ана өзінің стандартный гайдтың ішінде жоқ болды. Бірақ солар жұмыстанып жатыр. Сондықтан да айтып бізде мына Алисаның да қазақша сөйлеуші ол Яндекстің өзінің компаниясын жұмыстанып жатқандар да, яғни Қазақстан нарығына арнап, как бизнес көзқараспен қарап сатылу керек, сондықтан қазақ тілін қоямыз деген сияқты. Ал енді дейтін біздерде енді біздің өзімізде енді қандай жұмыстар жасалып жатыр. Біздерде дейтін бір нәрсені қазақ тілге енгізіп айналдырамыз десек, оған жақсы қазақ сөйлеген, мысалға мен өзімді қазақша сабақ беремін да, инженерлік оқытуға біз қазақша дамытамыз анау. Бірақ та осыны бастаған кезде бізде де өзіміздің ішімізде көзқарас болды да. Қалай қазақтар қалай инженерлік робот екенін білесің. Сен қалай білесің, сен қазақ тілінде беру мүмкін емес деген мен өзім тікелей де естігем да, сол көзқарас. Қазақ тілінде беру мүмкін емес, сен не айтып жүрсің деген сияқты сондай нәрселерді. Сондықтан да енді бірақ енді қазірге шүкір, қазір балаларымызбен жұмыстанып жатырмыз. Мен сенемін, балалармен тағы да біздерде бір жүйелі жұмыс қойылу керек та. Мысалға дейтін қалай айтсам болады, қазір біз Астанада жұмыстанып жатырмыз енді. Мысалға арман көп, іске асырғың келетін нәрсе көп. Ол арманмен қуып жаңағыдай іздеп жүргенде мысалы ұсыныстар түседі. Ұсыныстар енді өзіңіз де білесіз, мысалы Алматыға шақырып тұр да. Мен Астанадан бүйтіп Алматыға кетіп қалсам ана оқушыларымды қимаймын. Бірақ жаңағыдай айтқандағыдай материалдық жағдай бойынша, арманын жүзеге асыру бойынша енді кейде мысалға осы жаққа келгің де келеді. Сондай бір екі ортада бүйтіп жүресің да. Сондай жағдайда жаңағыдай ойлайсың, мен бір орында тұрып, бір жүйеге қойсам, жақсы жұмыстар шығаруға деп та, жаңағы жүйелі жұмыстар жасауға деп. Бірақ ол Алиса дейтін меніңше дейтін жүзеге асыруға болатын нәрсе. Біз енді андай тәуелсіз мемлекетпіз деп кейде бүйтіп көкірек соғып тәуелсіздік алдық деп кішкене бір айтамыз да, бірақ өкінішке орай мына ақылды үй саласында әлі де болса да ақпараттық тәуелділік деген дүние бар. Бізде мына 2023 жылы мына көршілес мемлекетте жаңағы кикілжің пайда болып бері қарай бәрі ыдырап қашты ғой бері қарай. Сол кезде көп мамандар келді, бізге ақылды үй саласын білетін, оны терең зерттеген, бізден де артық білетін, енді бізге ақыл күйі, ақыл сымақтарын небірлер келді. Сол кезде біраз келіп тиіскендер де болды. Мына аппараттарың дұрыс емес, біздің Ресейдікі күшті дегендер де болды. Бірақ өкінішке орай біз олардың ешқайсысымен жұмыс істемедік. Айттым мен, не то что өкінішке орай, қуанышқа орай. Өйткені оның ар жағында тұрған менде андай мәселе болды да, мен олардың заттарын алып, үйлерді бір осы жақтағы тұрған клиенттермен қойып беретін болсам, ақпараттық тәуелділік деген дүние. Біз қазір жаңа Алисаның өзінен құтыламай жүрген кезде ендігі контроллерлер олардікін әкеліп қолдану деген мен үшін бір кішкене бір қылмыс жасаумен бірдей болды шындап келген кезде. Сондықтан мен клиентімнің алдында да арымның таза болу үшін ертең ол кісіге мен 5 жыл гарантия деп берген кезде өзімді адал сезіну үшін мен отандық өнімді қолданамын деймін да. Бізде бар енді умный домның товарын өндіретін, былай айтқанда контроллерін өндіретін жалғыз компания деп айтып жүрмін ғой. Мен сізді анда таныстырғанда Астанада Connect Home Мұхтар мырзаның компаниясы мысалға. Соны мен айтамын да, жалғыз болса да, жамау болса да, жаман болса да, былай бір олқылығымен болса да қазақтың өзінің дүниесі жақсы деп та. Өкінішке орай біз енді тәуелсізбіз деп айтамыз, бірақ әлі де болса да ақпараттық тәуелділік осы жерден байқалады. Енді ақылды үй саласында. Өйткені оның несі жоқ, жаңағыдай қазақша түрі жоқ. Осы жерде бір нені айтайын. Алдында Астанада колледж бар. Білмеймін колледждің атын айтайын ба, айтпайын ба, ол колледжге әсер етейін. Айтпай ақ қояйын, бір колледж деп айта берейін. Енді егер түсініп отырса, өздері көргендер болса, өздері түсінер. Бір колледж мені неге шақырды? Дипломдық жұмысқа комиссия төрағасы ретінде шақырды. Яғни бір апта бір күн, яғни бір апта толық, келесі аптаның бір күнінде толық болдым. Қазақ және орыс топтарына дипломдық жұмыстан комиссия төрағасы болдым, диплом жұмыстарын таңдап. Мен негізі осыған дейін өзімді жылдан жылға жаңағыдай жыл артып бара, тәуелсіздігіміздің несі артып бара, мен өзімді ойлаймын да, жаңағыдай өзім айналысып жүргесін, балаларға үйретіп жүргесін, бізде қазақ тілі деңгейі көтеріліп бара деп өзімді солай сезінедім да, қазақтар көтеріліп бара, қазақтардың сауаты артып бара деген сияқты мен сондай. Бірақ алдында ана колледжге барғанда су сепкендей болды.
мынандай нәрсе болады да, жаңағыдай қазақ тобындағы балалар дейтін, біріншіден ол балалар дейтін қазақ тобындағы балалар ана колледжде оқуынан бөлек ағасының продуктовый магазинде сатушы да, гүл сатады, курьер, доставка, либо жаңағыдай кеште ресторанда официант, сондай жұмыс жасайды. Андай несінен бөлек бар ойы ана жақта жұмысқа кетуім керек деген нәрсе. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі дейтін жаңағыдай дипломдық жұмыстарын қарағанда дайын колледж берген тақырыптар, ейто оның өзі мысалға көріп тұрады, өз жасамағаны. Барлық бала емес, бірақ мен айтайын, мысалы қанша қазақ баласын тыңдадық, 50-ге барып қалған бар қазақ баласы. Соның ішінде бір 2-3-і жақсы деп айтуыма болады. Қалған өз еңбектенгені көріп жақсы деп айтсам, 47-сі деген сөз, білмеймін, 50 бар сияқты, 50-ге жетпесе де, қанша бала 30 деп алсам да, соның 3-і мысалға да, қалған 27-сі мысалға да. 27-сі деген ішінде дейтін жасаған жобасының ішіндегі неден тұрады құрылымы білмейді. Бұл бірінші. Екіншіден жаңағыдай көрініп тұр, сатып алған, яғни либо біреуге жасатып алған да, мысалға. Сол нәрсе. Сосын дейтін тағы да бір нәрсе, мен оларға көбіне стандарт сұрақ қоймын, сен жасанды интеллект қолданасың ба деп. Біздің балалар өкінішке орай қазақ тілінде олар қолданады, бірақ қандай мақсатта десем, жай өмір туралы, сол жаңағы спортпен айналысаң өмір туралы сол дейді. Жасанды интеллекттің мүмкіндігі өте көп қой. Соны деген мен ана не сайын шыққан барлық диплом балалардың бәрін жинап алып, соның қорытынды баға айтарын сөйлеген. Айналайындар қазақтың жігіттері балалар тіріліңдер жұмыс жасаған, ойланыңдар, мына жасанды интеллектпен ғана параллельно проект жасай берме. Сен айтамын, сен ресторанда жүрсің бе, официант болып отырсың ба, сол ресторанның бір проблемасын көрді, соған байланысты жасанды интеллектпен бірігіп проект ойластыр. Сен мамандығың дейтін бағдарлама қамтамасыз ет, немесе есептеуіш техника, немесе жаңағыдай программист деп біздер бітіріп жатқан. Сен сол неңді жалғыз соны даяршылыққа, я болмаса жаңағы сатушылыққа, я грузчикке соған беріліп кетпей, параллельно мына бағытта жүргізші. Енді бұл енді орыс тобы, қалай осы орыстар қалай? Олар жұмыс жасамайды. Олар осы жобаларын бұл бірінші жұмыс жасамайды да, яғни оларда мүмкіндік бар ойланатындай. Екінші, олар дейтін жаңағыдай дипломдық жобаға тақырыптары колледждің міндеттеп берген емес, өздерінің проблема ретінде алған мәселелер, өзім болашақта осыны ары қарай мысалға бизнеске айналдырамын, осыны аяқта проектіге айналдырамын деген өздерінің алғандары. Бірен саран мен оларда айтарым, тап соны 30-да 30 деп, 30 қазақ, 30 орыс баласы деп алатын болсам, қазақ орыс тобы деп алатын болсам, орыс тобы 30 ба. Соның 3-і сол колледждің алғанымен келген болар. Қалған 27-сі өз проекті, керісінше, өз жобаларымен. Сонда менде орыс тобында бір бала айтады да, жаңа сұрағанда. Менің арманым, мен ғалым болғым келді дейді. Мен қазақ тобында балалардан бірде-бір ол сөзді естіген жоқ. Мен арманым ғалым. Мен осы колледжді аяқтан кейін мен уже неге кетемін дейді, университетке түсемін. Мен университетте зерттеймін бұны. Ары қарай мен жоғары оқу орнында бакалаврды аяқтаймын, ары қарай магистратура, ары қарай докторантураға дейін барғым келді дейді. Яғни зерттеуге. Орыс тобындағы жұмыстардың көбі жасанды интеллектпен интеграция. Яғни міндетті түрде. Бір несі, мысалы, кез келген қандай жоба жасса да қазақ тіліне аудармасы жоқ. Мен жаңағыдай соған тиісем да, отыр қазақ тілі қайда. Бір жағынан оларға айтамын, сендер түсініңдер. Сендер бұны как бизнес ретінде ойлап тұрған болсаңдар, сендерге клиент Қазақстанда тек қана орыстар тұрмайды ғой. Қазақтарда бар ғой. Мысалы, бизнестің міндеті не үшін? Бизнестің міндеті ақша табу ғой. Сен ақша тапқың келсе, сен клиент тек қана орыстар үшін жасап қойып отырмайсың ғой. Қазақтарда бар ғой. Сен өніміңді жалғыз қаладағы қазақтардан бөлек ауылдағы қазақтарда қолданады. Сол үшін саған қазақ тілі бір тиісетін себеп тауыпсыз ғой. Қазақ тілі саған ең құрғанда сол нан табу үшін де керек, былайша айтқанда. Сосын анар түсінеді. Содан бір топта бірінен бір естіген бар, бір топта кіргенде айтады, ана орыс топта кіргенде басынан ағай, здесь нет казахский язык, но бірден айтайық. Я точно добавлю дейді да, сейчас процессе деген сияқты аударып жатыр дегенде. Біз андай ғой, шарасыз болып бара жатқан кезде қазақша сөйле дегенмен бірдей болып тұр ғой, былай айтқанда. Әйтеуір тиісетін бірдеңе керек. Енді ана қазақ тобында балаларға сұрақ қоясың ғой мысалға. Мына жобаң мысалы неше модульден тұрады? Сен неге, менде жаңа сұрақтар болады. Бұның жобаның саған пайдасы тиді ме? Көбіне сондай сұрақтар бар. Пайдасы тиді ме? Жалпы сен осыны алғаны, осы тақырыпты алып жұмыстан, осы саған қандай пайда дейді? Сол жерін көрсетіп берші. Не үйрендің сен мына толып тұрған код көрсетеді, ол код түсінікті, ChatGPT неден алып алған логикасы, комментарийінен бәрін көріп тұрасың, не жазып берген. Осының ішінде бір саған мынандай бір жері маған пайдалы дейді. Кодтан көрсетпесең де, ана сайттың конструкторын құрастыруда осындай бір нәрсе білдім деп айта аласың ба дегенде тұрады да, жаңағына қарап, жаңағыда айта алмай. Орыс тобындағы балаларға сұрақ қоясың ғой жаңағыдай. Олар народ сенімен бірге талдайды. Сен әрбір соң өзің ұмытып кетесің, ана сен мұғалім болып отырған. Сен бірге ана ішіндегі ол неге оқысам, олар өзінің проблемасын айтады. Вот мен мынандай жұмыстандым, мен мынандай мәселені шеше алмадым. Қалай ойлайсыз? Жалпы бұны қалай шешуге болады?
сол кезде бірге отырып ойланасың, не істейсің. Қазір андай да бір айтып отқан мәселеңіз өте өзекті нәрсе, өйткені менде де енді өзім оқыған кезім еске алып отырмын. Бізде қалай болады? Бізде официант болып жүрдік. Менде кондуктор болуға тура келген, өйткені бана тұрмыс тіршіліктің мәселесі. Ата-анамыздың айтқанда енді мүмкін енді кінәлағандай болармыз бәлкім, бірақ жаңағыдай орыс балалар ұқсап, олардың семьяларындағыдай бізге жағдай жасап, кішкене оқуға деген көңіл бөліп қойса деген ой ғой енді, ниеті әрине. Бірақ енді Қазақстанда көпшілікке топырақ шашқым келмейді. Бірақ дегенмен де бұл ата-аналарға бір не болу керек та, сондай. Сіз ата-аналар былай айтқанда бай болуға сіздер ұлтын талпыну керексіздер, себебі сіздің балаңыз жаңағыдай уақытын текке кетірмейтін еді. Жұмыс істеймін, ата-анамды асыраймын, ата-анама қарамаймын, оның бір жағына шығамын деп. Біздің де шынымен де мен жұмыс істейтінмін кезінде, не үшін? Әке мамашаның былай айтқанда үйдегі квартплатаны төлеп беруім керек, өйткені үйдің үлкенімін, әкесіз өстік. Біз сондайды міндетпен өстік та, оқу кішкене мен үшін екінші тұратын шындап, бірақ сонда да үлгеруге тырысатынбыз. Жақсы. Енді қазір осы нәрсені талдай келе, егер тереңірек зерттесек, бұл жалпы мысалы жаңа айтып отырмыз, балалардың әртүрлі екі ұлттағы балалардың дипломды қалай қорғап жатқан оқиғасы. Bir жағынан қарасаң күлкінішті, өйткені өзіңнен басынан өткен. Екінші жағынан қарап отырсаң, бұның себебі не деген түсінгің келеді. Бұл менталитет мәселесі ме, әлде біздің жалпы өзіміздің бір қанымызда бар дүние ме, әлде бір осында бейжай қараймыз ба, әлде бір ол неден деп ойлайсыз жалпы? Енді сіз бана бір сөз барысында айтып қалдыңыз, фундамент мәселесін айтып қалдыңыз. Бұл не бұл? Колледж деген ол жарайды, ол колледждегі бала ол уже 10-11-де есейіп қалған ересек жігіт пен бойжеткен қыздар. Мектеп кезден қателестік пе, әлде балаша кезден қателестік пе, қай кезден қателестік осы жерде? Ойыңыз. Енді айтын шынында біздер енді мен айтып отқан нәрсе өзі несі ғой, себебі ғой. Яғни біздер салдарын айтып отырмыз. Салдарын күресіп отырмыз, салдарын көріп отырмыз. Себебі шынында дейтін, себебі дейтін мен көзқарасымда шынында ол дейтін мектеп, отбасынан балаға тәрбие берілгенде бана бір кісінің несін көріп қалдым да, оқу асық ойнаған тозар, доп тепкен тозар, асық ойнаған азар деп. Асық ойнаған азар деп айтады. Сол жаңағыдай оқуың керексің балаға дейтін, ол кісі сонда несінде жазған да, яғни балаға дейтін оқу демей, наоборот осы азар мен тозардың оның мағынасы нені білдіретінін түсіндіру керек деп айтады да. Яғни бала мектеп кезінен жаңағыдай сабаққа деген, оқуға деген құштарлық арту үшін деп. Біздерде енді негізі бұл нәрсенің шешімі бір жағынан дейтін мектепте деп ойлаймын, бір проблеманың ең бірінші проблема ол ата-анада, яғни отбасы дейтін. Енді мен түсінемін, мен қазір өзімде әкемін мысалы да, мен де отбасын асырауым керекпін мысалы, мен баламен кейде отырып әңгіме соғуға, оған бір душевный бір нәрсе айтуға уақытым жетпей, шаршап келуім мүмкін да. Бірақ та дейтін баланың болашағын ойласа, біздерде енді мынандай нәрсе, баланы аясаң аяма деп наоборот жиып қою мүмкін да қара жұмысқа. Бірақ баланы аясаң аяма деп сабақ оқыту керек нәрседе болу керек та. Мысалы менің әкем сабақ оқуға деген мені міндет деп қойды да. Әкеш, сен оқуың керексің. Жұмысыңыз сияқты. Оқыма деген, оқиын ба, оқымаймын, мен мынаны оқығым келіп тұр деген сылтау айтуға менде себеп жоқ болды да. Себебі оқымайтын болсам білем да, аяғы не болатын да, мысалға. Сол сияқты дейтін, біріншіден отбасы соны түсіндіру керек. Екіншіден дейтін, біздер жаңағы фундамент деп дұрыс айтасыз. Мысалға, мен қазіргі жаңағыдай инженерлік роботехникаға қайтып келу керек болып тұр. Мысалы, мен неге инженерлік роботехника? Мысалы, бұл инженерлік роботехника деген терминді қашан мен 2000 осы 1-2 жыл болды енгізген мен. Амал жоқ енгіздім, неге? Себебі мен роботехника десем, мені бәрі легомен байланыстырады. Роботехника деген сөз лего. Мен роботехника маманымын десем, онда дейтін баламды легоға берейін дедім, легодан программа жасап. Қазір мен инженерлік роботехника дегеннен кейін маған лего бойынша ешкім сұрақ қоймайды да, мысалға. Сол сияқты мысалға инженерлік роботехника дегенді біз не үшін айқайлап, не үшін бұны айтып жүрмін? Себебі бұл деген жаңағы жасанды интеллекттің астында жатқан фундаменті. Бізде яғни мектеп деген ол дейтін фундамент қой, былайша айтқанда. Ал колледж, мен жаңа проблеманы айтып отқан университет дегендер ол бірінші этаж, екінші этаж солай кете береді да, мысалы. Бірақ жаңағыдай фундамент мықты болмаса, сен 10 жерден дейтін екінші этажға мықты ремонт жаса, үшінші этажға мықты ақылды үйді қойса да, мысалға да, төртінші этажда но сен фундаментің жоқ. Бір күні бір сел, бірдеңе болды, сен түгел неңді шайып кетеді да, бәрін бітіп шығарады. Сондықтан да дейтін мектепке деген жалпы жалғыз оқуға арту министр емес, жалпы президенттен бастап барлығы деген мектепке мықты көңіл бөлу керек қой. Мен мысалға өз ойымда жаңағыдай, егер де дейтін жаңағыдай мемлекет, енді қазір ондай билігім жоқ мысалы да, билік болатын болса, мен ең бірінші қолға алатын нәрсе мектептегі білімді дамытуды қолға аларым да. Мектептерге қазіргі мысалға алдында біз Таразда дейтін мұғалімдерге сабақ өткіздім, бір өзбек мектебінде берді. Ана Тараз оңтүстік қой, сылығым десе қандай екен. Ол кабинетте кондер жоқ.
сол кабинет, сол мектепте мұғалім жұмыс жасап жатыр да, сол мектепте оқушы бар. Бірақ мысалы министрлік талап еткенде отчет сұрағанда қалай отчет сұрай алады деп ойладым да өз немде да, мынандай неге бүйтіп отырғызып қойып деген сияқты да. А мектептерде өкінішке орай мысалы ол мектепте ең қарапайым интерактивті тақтаның өзі дейтін ескі компьютерге қосылып тұрған, оның артына интернет келіп тұрған жоқ. Жағдай солай да. Сонда мысалға жаңағыдай мемлекет несінде болатын болса, наоборот, мектептерге беріп, әр мектепті дамытып, балаларға бүткіл жағдай жасап, лабораториясын ашып, зерттеуіне, үйренуіне мүмкіндік беретін болса, ана балалар қазір мектепте көреді, бәрін түсінеді, ұғынады, зерттейді. Олар ары қарай университетке барады. Университетке барғанда бізде университетте мысалға үлкен мұғалімдер бар. Ренжімесін, мысалы үлкен мұғалімдер демес, бөлек комфортный зонаға кіріп алған мұғалімдер бар. Кіреді, өзінің сабағын қалай болса айтады, кетіп қалады, болды, балық қойып тастайды, хочіне. Ал егер осы мына мектептен зерттеп шыққан балалар университетке барғанда, ол мұғалімдерге жұмыс жасатпайды. Неге жасатпайды? Себебі олар талап қояды да оқушылар. Олар себебі мектепте олар ондай халтураны көрген жоқ. Мектепте олар зерттеді, андай қызығушылығын оянды да, мынаны істеп көрсем, университетке келді, университетте деңгейі басқа екенін түсінеді да, енді ол университет деңгейінде зерттегісі келеді. Сол кезде ол қарапайым мұғалімдерді отырғызбайды. Апай мынау неге, немесе ағай маған мынаны ашып беріңіз, ағай неге университет. Содан кейін ол ана ұрпақ мектепте мықты білім алған ұрпақ университетке автомат түрде реформа, университетке күштеп министрлік арқылы қазір мына Саясат Нұрбек мырза мысалы шауып жүр ғой, университеттерді дамытамын, қасына бір шетелдік университет мықты. Ол кісіде проблема жаңағыдай көп кездесіп жатқан проблема, мен ол кісіні әлі түсінемін. Жаңағыдай мектепте, университеттерде комфорт зонаға кіріп алған, профессор атағын алып алған кісілер бар. Олар мысалға жоқ, мен оған келіспеймін, мен олай сабақ бермеймін деп отыруы мүмкін да. Ол министрліктен келген бұйрыққа солай отыр, бірақ іште кіріп студент қозғаса, студент оған талап қойса да, студент айқай шығаратын болса, профессордың өзі орнынан тұрып қалай жүгіріп кеткен, либо жұмыстан шығып кетеді, либо өзгереді, қаласын қаламасын. Сосын олар университетті өзгертеді. Жаңа ұрпақ мектептен дейтін мықты мектептегі бүткіл білімді жинап шыққан, базаны көріп шыққан, зерттеуді көріп шыққан, неге деген сұраққа жауап іздеп үйреніп қалғандар университеттен кейін олар бітіріп мамандық болып әрқайсысы әртүрлі экономика саласына бара ма, жаңағыдай министрлікке келе ме, әртүрлі келеді. Онда көріп олар ол проблеманы көреді да іштегі. Оларда жаңағыдай сұрақ, неге олай емес, неге бұлай болып жатыр, оның шешімі қандай? Олар автоматты түрде бәленбай миллион қаржы құйып, мен мына министрлікті, мен мына структураны реформа жасаймын деп қажет жоқ. Олар өздері ішінен реформа жасайды. Көзқара көріп тұрған нәрсем сол да. Біздерде ақшаны жоғарыдан құямыз, бірақ біз ақшаны жаңағыдай ғой, 4-ші этаж, 5-ші этаж, 6-ші этажға мықты евро ремонт жасап жатырмыз. Бірақ фундамент жоқ. Фундамент жоқ енді. Бір жағынан жаңағыдай оны ойлаймын, біз енді көшпелі халықпыз ғой. Киіз үйді кезген жерге тігіп, көтеріп кетіп қала берген сол. Осы сөзіңізді күтіп отырмын сіздің. Осы дәстүр әдіс қалып қойды ма бізде деп ойлаймын. Киіз үйдің өйткені фундамент жоқ. Фундамент деген нәрсеге қазекең қатты бір ондай бір мән бермейміз. Бізге енді көшіп кете беретін болғаннан кейін фундамент деген сөздің бізде осы даже ірге тас дейміз бен қазақша айтқанда соның бір несі де жоқ қой, біз түсінігі де болмайды. Сол болатын болса мысалға, ол кезде дейтін шіркін көп нәрсені жасауға болады. Аларға жасауға болады. Енді менің ойымша, жалпы мына робототехника деген нәрсе тек қана бір үлкен қалаларда ғана дамып жатқан сияқты болып көрінеді маған. Үлкен қалаларда енді мына Алматы, Астана, мүмкін Шымкент бар шығар. Басқа өңірлерді білмедім. Өйткені басқа өңірлерді өзім түгел аралап жүрмін. Ақылды үй саласының өзін таң қалып, таңданып жатады. Ал енді оның ішінде, үлкен қалалардың ішінде тек қана жағдайы бар частный мектептерде ғана ма деп ойлаймын. Жаңағыдай сіз айтқан Билл деп отырсыз, мысалы Ниш деп отырмыз, айтып білеміз ғой. Сол сияқты кішкене директорларының бір жаңа заманауи директор келген, кішкене көзқарасы дұрыс, одан бөлек оның ар жағында спонсорлары да мықты, бір мектептер поддержкасы бар мектептерде ғана ма деп ойлаймын өз басым. Жалпы Қазақстанда негізі мектептің саны өте көп қой, қарап отырсаңыз. Ауыл аймақтарда, райондарда мысалға, ол жақтарда жалпы робототехника қазір бар ма? Жалпы құдайға шүкір, қағаз күйінде ме? Қазір әр қалада энтузиастар бар. Мен сияқты, менен де асып кеткен, жаңағыдай мектептің ішінде жасап жүргендер бар, немесе жаңағыдай кейбіреулер шыдай алмай, жаңағыдай өзі бөлек оқу орталығы ашып, сол бағытта да өзінің бір зерттеуін жасап жатқан нелер бар. Бірақ енді жаңағыдай ғой, проблема қандай? Әрқайсымыздың үніміздің шықпауы, жан-жақта әрқайсысы көтерілмес. Себебі әрқайсысы оқу орталығынан немесе робототехникадан бөлек
күнделікті нанын тауып жеуден аспай жатыр да, мысалға да, бір жерге шығып барып көрініп нәтижені шығарайын деуден бөлек тағы да ненің қамы бар да, отбасының жаңағы тірліктің қамы бар да, мысалы қарын тойдыру деген сияқты, тамақ ішу керек адам. Сіздің әңгімеңізге қарап отырсам бұл тура бір имамдардың әңгімесіне келеді да. Сондай енді бір дін жолында жүрген адамда сол ғой, қарап отырсаңыз, халық үшін ауылға кетіп жаңағыдай сол нені әйтеуір сол қауымды түзеймін дейді да, бірақ өзіне келгенде өзіне де дым жоқ, бірақ әйтеуір халықтың батасымен жинап берген садақасымен отырады да. Көп жарыстар мысалы өтетін болса, өз есебінен келетін адамдар жаңағыдай несі болмаса да, мысалға артынан дейтін ақша түспейтінін, командировка ештеңе түспейтінін біліп тұрса да, бірақ сол балалар үшін арғай өзі себебетін мынандай нәрсе, мұғалім қашан дамуын тоқтатады, сол кезде артында шәкірттер де тоқтатады да. Шіркін-ай, сіздің әңгімеңізді қарап отырсам, біз сонда өзіміздің тамырымызға қазір өзіміз балта шауып отырмыз. Біз жаңа енді солай да ойлаймын. Енді екіншіден ауылдан да тап солай, мысалы ауылда да қай мектепте, мысалы қай мектеп лицей мысалы да, мен өзім ауылда Тасқалада сәулет мектеп лицейі да, қай мектепте лицей, қай мектепте жаңағыдай менеджмент қаншалықты түсініп, менеджмент деген басқару ғой, директор, завучтар қаншалықты түсініп осыған керек екенін түсінбесе, сол кезде жерде ғана қозғалыс бар. Бірақ енді кей жерлерде мен өзім Оралда жасағанда да көргем, жаңағыдай документ жүзінде, қағаз жүзінде мықты, жаңағыдай, бірақ та дейтін не жоқ та, жаңағыдай қозғалыс жоқ деген сияқты. Ол енді бір жағынан, екіншіден неге де әсер етеді. Мысалға білім басқармаларының тексеріске барғанда, мысалға мен өзім бұрында біздерге ауылда жасап жүрген кезде айтатын еді, тексеріс келе жатыр, жаңағыдай сен роботехниканы тексереді, сабақ жоспар дайындап қой деп. Мен айтадым, қалайдағы сабақ жоспар роботехникада? Роботехника деген шығармашылық, мен сабақ жазып, бүгін тек қана мен бүгінгі тақырыбым тек қана мына датчикті өтемін деген нәрсе ғой. Мен робот құрасам, ол роботтың ішінде бірнеше датчик болады. Мен сабақ жазып, лучше онда егер мен немді көретін болсам, мен кабинетіме кірсін. Мен сәулеттегі кабинетімде сол шашылып жатады. Кейде директор, завучтар келіп жаңағыдай марш жинап қойшы деп айтады да. Мен ананы жинайын десең, балалар уже жан-жақта отырып, біреу мына жерде жасап жатыр, біреу мына жерде жасап жатыр. Білесің да кім ғой? Мен жинап тастасам таба алмай қаламын ештеңе. Бәрін қайтадан көп нәрсені іздеуге уақыт кетеді. Мен уже іздеу кетпесін деп көзге жатады. Сол кезде айтадым, келген адам, мен кабинетімді көрсін, екіншіден жетістіктерімді көрсін. Жаңағыдай, мен дипломдарымыз бар, грамотамыз бар. Сол арқылы баға берсін. Сен қалай роботехникадан келіп, қалай сабақ жоспар талап етеді мысалға да, деген сияқты сондай. Бірақ енді кей жерлерде солмен де мысалға әлі күнге дейін отқандар болар енді. Қазір мен ондай көп тексерістерге жекеге кеткеннен кейін көп ондайға қарамайсың, енді мән бермейсің. Бірақ енді бұл жерде маманға байланысты ғой. Өкінішке орай кей жағдайда қазіргі таңда мысалы министрліктегі бір проблема, мысалы мектептерге барып жүргенде мұғалімдердің қазір бұрын кім министр Асхат Аймағамбетов болған кезде ол кісі деген бұл бағытқа өте күшті көңіл бөлді. Ол кісі яғни осы бағытты дамыту үшін мұғалімдерге бөлек сағат қойды. Яғни роботехника деген сағатты бөлек бөліп шығарды. Мұғалім роботехникадан үйірме өткізсе, мектепте факультет өткізсе, оған бөлек жалақысына қосылатын болды. Содан кейін ол кісі кеткеннен кейін роботехника бұл нені алып тастады, қайтадан бұл қағидан. Біздерде өкінішке орай мынандай нәрсе бар, бір министр келсе, бір сабақтастық жоқ деп ойлаймын мен. Себебі бір министр күштетіп бір нәрсені қозғап жүргізіп жатыр ма, екінші министр келеді де, оны кеткеннен кейін оның бүткіл нәрселерін жоққа шығарып алып тастайды да, процестерін бәрін тоқтатып, нәтижесін көрмейді да, мысалға тоқтатып тастайды да, өзінікін енгізеді. Тап сондай жағдай болды. Аймағамбетов күштетіп енгізіп жатқан, келесі министр келді де ол нәрсені алып тастады. Қазір дейтін роботехника деген сағат жоқ. Қазір мұғалімдерге мектептің өзі мысалы талап қою қиын деп ойлаймын. Себебі дейтін сен неге роботехника өткізбейсің деп айтса, ол өткізіп кабинетін ашып қойып балаларға жұмыстанған үшін үкіметтен ақша алмайды. Ол ақшаны тегі үшін не үшін алады? Информатика пәнінен сабақ берген үшін алады. Информатика пәнінде қазір ол ұбт-ға кірді, біріншіден, екіншіден оның да өзінің ГОСО стандарттары бар сабақ өткізу бойынша. Қазір мұғалімдер шынында кім жаны ашиды, біріншіден, екіншіден кім жаңағыдай ары қарай дамығысы келеді, солар ғана айналысып жүр. Қалғандары кабинеттегі заттарды былай алып қойып, өзінің сабағын беріп жүр. Енді оған да ренжитін нәрсе жоқ, ол да комиссия керек кезде ғана шығарады, қалған кезде зат керек па бар деген сияқты сондай нәрсе. Жақсы. Енді өте бір өзекті мәселені негізі талқыладық деп ойлаймын. Жалпы бұл енді ойланған адамға, осы тыңдаған адамға подкастты. Әрине біз екеуміз айтып отқан нәрсеміз басқа біреулерге бір андай болып көрінуі мүмкін, бұлар не айтып жатыр деген сияқты да. Бір дәрігерлер сөйлесіп жатқан сияқты, екі дәрігердің әңгімесі сияқты болуы мүмкін. Негізінде біз қозғап отқан мәселе бұл қазақтың былай айтқанда болашағына тікелей қатысты нәрсе. Бізде неге халық дамымай жатыр, неге біз тазиктен басқа шығармайды деген әңгіменің себебі
негізінде. Ол неге деп көкірек соға берген емес, оны күреспегендігімізде де ол жерде. Бізде қазір сіз айтқандай жаңағы фундамент, іргетас, балалармен жұмыс істемегендігіміз. Мен мысалы ақылды үй саласын біз үйретіп жүрміз, бізге әртүрлі жастағы үлкен кісілер келеді, бірақ олардың өзі мысалы қиналып жатады. Кейде ойлаймын, шіркін-ай, осы кісілер мүмкін мектеп кезден біліп келгенде мына нәрсеге таңғалмас па еді деген сияқты да. Бірақ біз осындай нәрселерге бейжай қарауымыз көп жағдайда не болып жатыр, әлемнен қалып келуімізге себеп болып жатыр. Енді тағы да бір нәрсе де мынандай, енді бір соңғы нәрсе болсын. Жалпы мен кейде қазір сіздің әңгімеңізге қарап отырып тағы да бір түйген ой, жалпы енді бұл жерде мотивацияның жоқтығы да, жаңағы ақшалай, қаржылай мотивация қолдаудың болмағандығынан. Егер де біз осыны мысалға Америкадағыдай, басқа жақтағыдай мысалға бір сіздер осы бір продукт жасаған болсаңыздар, бір роботтың бір түрін жасаған болсаңыздар, соны біз енді кәсіпкер ретінде біз өзіміздің ақылды үйіміздің бір бөлшегі ретінде қосып, соны ақшаға айландырып, соның ақшасынан сіз андай мемлекет жақтан ақша қолдау күтпей, өзіңіздің өніміңізді сату арқылы ақша тауып, шіркін сөйтіп жасаса ғой деген ой келіп тұр да, мүмкін балаларды сол ана жасап жатқан заттарына өзінің істерін сүйіп істеу үшін оларға мына салада мынанша ақша табуға болады деп көрсеткен дұрыс па деп те ойлап тұрмын. Өйткені бізде мысалы умный саласында қаражат бар, шынымен де өзіңіз көріп жүрсіз, бізбен бірге аралап жүрсіз. Бұл салада адамдар біздің былай айтқанда өзінің жайлылығы мен комфорты үшін ақша төлеуге дайын қазір. Бірақ біз қолданып жүрген жүйелер, жаңағы датчиктер, нелер негізінде ол мысалы Қытайдан, Россиядан, мысалы қазақстандық өнімдер бар. Бірақ қарап отырсаңыз, негізі сіздің балаларыңыз жасай алатын заттар. Түптеп келген кезде. Бірақ соны бір нету керек сияқты да, біз сізбен біздің немізді бір сабақтастырып, бір ұштастыру керек сияқты да осы жерде. Енді әрине мен дәл қазір болмаса да балаларыңыз бір 5-6 жылдың ішінде бізге қажетті мына біздің ақылды үй саласына қажетті тауарларды, бір контроллердің түрлерін, датчиктің түрлерін шығарады деген мен енді өзім сондай бір ниетім бар да. Жалпы біз мына сіз енді Марс Robotics деген өзіңіздің жеке неңіз бар, жаңағындай оқу орталығыңыз бар. Біздің өзіміздің Смартлат Академия деген оқу орталығымыз бар. Енді былай айтқанда екеуміздің де сіздің де біздің де күресіп жүрген нәрсеміз былай айтқанда ағартушылық мәселе, иә. Сіздің аудиторияңыз бөлек, біздің аудиториямыз бөлек. Бір осыны біз как-то ұштастыра аламыз ба? Екі нені ұштастырып, жалпы осыны халыққа қолжетімді жасап па, мына былай еңбектеген баладан бастап еңкейген қартқа дейін бізге мысалға толық осыны үйрене алатындай. Қалай ойлайсыз осыған? Қазір жауап берерінде бір нәрсе айтайын. Жаңағыдай идеяңыз күшті. Маған жаңағы оқушыларға дейтін жаңағыдай қолдау білдірсек деген сияқты. Шынында егер де жаңағыдай министрлікте айтқан енді бір жағынан жаңағы сіз бір шешім ұсынып тұрған сияқты болыпсыз да. Может осыны көріп отқан мысалы кәсіпкерлер болатын болса, негізі бір мектептерде көп емес роботикамен айналысатындар. Бұл бағытқа бір жанын берген балаларда, мұғалімдер аз. Может, осы салада айналысып жүрген мысалы кәсіпкерлер бар ғой, жақсы, Құдайға шүкір, ақшасы бар, жағдайы бар адамдар көп та. Сондай бір нелер бүйтіп мектептерді қамқорлығына алып, осы мектепте осындай айналысатын нелерге бөлек мысалға да оқушыларға стипендия тағайындап негізі жұмыстанатын болса, олар дейтін қазір сіздің де тағы басқалардың да көптеген проблемасын шеше алатындай дұрыс бағытта робототехника бағыты мектепте қозғалады деп ойлаймын да. Сондықтан да сіздің идеяңыз күшті. Сондықтан да осыны может тағы да басқа кәсіпкерлер көріп отырса, негізі осыны бір жүйеге, осыны бір жүйеге айналдыру керек деп ойлаймын. Яғни сізбен біз осыны бір іске асырып көрсек. Бұл бірінші. Екіншіден, әрине сіздің бүгін жаңа объектілеріңізді көрдім, бірге жүріп қандай ақша айналып жүріп жатқанын көрдім. Яғни жаңағыдай сіздің жаңағыдай жаныңызды ашып электриканы білмейтіндерге бөлек бастауыш электр курсын ашып, одан өткендер ары қарай ақылды үйге кетсін деген жүйе құрып жатқан білемін. Енді осы бағытқа Марс Robotics бізде жұмыстанайық деп ойлаймын. Себебі жаңағыдай осы бағытта бірігіп енді біздің де курстарды қолға алу керек деп ойлаймын. Енді мысалға қазіргі таңда мендегі аудитория мені білетіндер мұғалімдер мен сабақ беретін оқушылардың ата-аналары ғой енді. Сіздердің аудитория дейтін уже келесі деңгейде колледждер біледі сіздерді дейтін жаңағыдай электроникаға, электрикаға қызығатын адамдар өтті. Осы адамдардың ішінен де мықты робототехниктер шығуы мүмкін да. Сондықтан да соларға арнаған да осының бір оқыту системасын, жүйесін, курсын іске қосу керек деп ойлаймын. Енді мына біздің бүгінгі аяқ асты ұйымдастырған подкастымызға келгеніңізге сізге рахмет, өз ойыңызбен бөліскеніңізге. Бұл ойды негізі Марс мырза маған жекеге әрине айтып жүр, бірақ менің ішкі ниетім осыны көпшілік естісе деген бір ой болды да. Осы неге халық естімеске, мүмкін енді тыңдайтын құлақ болса, әрине осыны түсінетін адам болса, бұл жерде үлкен мәселе, үлкен болашақ жатыр. Сондықтан бізді көріп отқан көрермендерге бары алғысымды айтқым келеді. Сізді көріп отқан ата-аналар болса, бізді көріп отқан мұғалімдер болса, бізді көріп отқан осы салаға қызығатын жандар болса, сіздерге рахметімізді айтамыз. Осы жерге комментарий болса, өз ойларыңызды жазыңыздар. Таныстарыңыз болса, жаңағыдай ұсынатын адамдарыңыз болса, кеңес беретін адамдарыңыз болса, өзіңіз толық осы видеоны қарамасаңыз да, мына басқа біреу көрші, мынаны бауырым, мүмкін саған қатысы бар деген сияқты басқаша достарыңызға да былай айтқанда сілтеме ретінде жіберсеңіздер болады. Сондықтан енді біздің бүгінгі осы неміз жаңағыдай подкастымыз аяқталды деп санаймыз. Сондықтан келесі кездескенше достар, сау болыңыздар.
жақсы, рахмет. жақсы, сау болыңыздар.